Тазы мен қасқырдың серті аңшы әңгімесі. Сонымен Оразағаның айтуы бойынша 5 немесе 6 сыныпта оқитын кезім еді. Қасқырлар қойшы ауылында тым жақын келіп ұлитын әдет шығарды. Тіпті күндіз-түні. Шамамен бір апта немесе 10 күн уақыт өткен соң ұрғашы тазы тамақ жеуін қойды. Тек жатып алып, басын көкке көтеріп, арагідік қыңсылап қояды. Ал еркек тазы болса керісінше өз тамағында және екінші тазының тамағында жеп қоятын болды. Бұрын соңды ондай әдеттерін көрмеген әкем айтты, еркек тазыны ит-құстар жекпе-жекке шақырып жатыр. Ал ұрғашы тазы болса еркегінің тілеуін Құдайдан сұрап жатыр деді. Қазақтың қойшыларының өзі дана болған айғақтардың бірі ғой. Осы жағдай көрсетіп отыр. Әкем де сезді тазыға күш беретін асқақтық беруі керектігі. Тіпті жылқының етін беріп жүрді. Күндердің күнінде ит-құстар тіпті жақын жерден ұлыды. Сол кезде еркек тазы қасқырлар жаққа үрейсіз өз-өзіне сенімді кете бастады. Ал ұрғашысы жатып алып аспанға қарай ұлый бастады. Осының бәрін байқап отырған әкем тек жеңіспен орал деп айтумен болды. Сол кезде мен және аға інілеріміз қолдарымызға айыр, бисақа, орақ, балта алып тазының соңынан ілескеніміз сол еді. Әкеміз: айтыңдар, бұл тазы мен көкжалдың арасындағы жекпе-жек деді. Біздер әкемізден асып кете алмайтын тоқтап қалдық. Сол кезде мен: әке, ол жерде қасқырлар көп қой, жабылып өлтіріп қояды деп жылап жібердім аяныштан. Осы уақытта әкем: бұл тек екі ара жекпе-жек, ешкім оған жабылмайды. Жабылатын болса, онда ұрғашы тазы да еркек тазының артынан ілесіп барар еді деді. Содан көп ұзамай арылдасқан дауыстар естілді. Және қазандағы ет пісетін уақыттан соң тазымыз алған жарақаттарынан ерелеңдеп аман келді. Ұрғашы тазы алдынан жүгіріп шығып, жарақаттарын жалап жатыр. Ал біз әкемізге назар салсақ, көзінен сирек жастар тамып тұр екен. Қуанышымызда шек жоқ. Қолымызға айыр орақтарымызды алып, оқиға болған жерге барсақ, дәу көкжал таланған жарақаттарынан өліп жатыр екен. Ал басқа қасқырлар ол жерде мүлдем жоқ болып шықты. Осы кереметтерді көріп әкемізге жүгіріп келіп, айтып, жан-жақтан сұрақтарды жаудырдық. Неге 1-2 аптадан бері қасқырлар ұлумен болды? Неге көкжал мен тазы жекпе-жекке шықты? Неге қасқырлар тазыға жабылып оны өлтірмеді? Дегенге әкеміз келесідей жауап берді: балаларым, өздеріңде білесіңдер, осы 2 таз жарағаннан бері ит-құстың бізден бірде-бір қойды ала алмады. Керісінше абайсызда келіп қалған қасқырды бұлар өлтіріп отырды. Осыған байланысты қасқырлар көкжалға шағымданды және кім күшті екенін анықтау үшін араларында жекпе-жек ұйымдастырды. Тазыға жабылмағандары осыда жатыр және тазы мықты болғандықтан олар көшіп кетті. Енді олар осы 2 тазы өлгенше осы мекенге жоламайды. Өйткені серттері солай болғаны және сол сертте тұрады деді. Бәлкім менің тілеуім, бәлкім балаларымның тілеуі, бәлкім ұрғашы тазының тілеуі қабыл болды ма? Жоқ, баршамыздың тілеуіміз қабыл болған соң тазының мерей үстем болды деп әңгімесін аяқтады әкеміз. Шын мәнінде біз мектеп бітіріп студент атанғанша ит-құс біздің малға шапты деген хабар естімегенбіз. Орекеңнің айтқан әңгімесіне мен өз басым сендім. Өйткені естіген құлақта айып жоқ дегендей. Ал сіздер болса сену-сенбеу өз ықтиярларыңызда. Оқыған Жанарбек Әскерұлы, аңшы әңгімесінен.